Бұл күн қайсар мінезді ата-бабамыздың жауынгерлік дәстүрінің заңды жалғас тапқан күні. Қалыптасу кезеңінде ұлттық әскер күштері азаматтардың еңсесін тіктеп, еркіндігін кеңейтіп, аянбай еңбек етуде. Әскеріміз жаңарып, оның күш-қуаты жылдан жылға нығаюда. 1992 жылдың 7 мамырында тәуелсіз елдің заңды құқықтарының негіздеріне байланысты Қазақстан Республикасының алғашқы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы шықты. Бойынша Қазақстан аумағында орналасқан қарулы күштер өздерінің мүліктерімен қоса Қазақстанның аумағына өтті. Жоғарғы бас қолбасшы ретінде президент қарулы күштерді басқаруды өз мойнына алды. Жоғарғы бас қолбасшының резерві құзыры берілді. 2001 жылдан бастап Қазақстан 4 әскери орталық, оңтүстік, батыс және шығыс округке бөлінді. Ел халқына шат-шадыман күлкі мен тыныш өмір сыйлауда әскеріміздің атқарып жатқан қызметтері ұшан теңіз. Армиямыздың айбынын асқақтататын сардарлар мен сарбаздарымызға қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтай отырып, отбасыларыңызға амандық, зор денсаулық, қажымас қайрат, жанұяларыңызға бақыт пен шаттық тілейміз. Алға қазақ жігіттері сенім артқан, жансың халық үміттері көк аспанда, желбіресін көк байрағын жаса мәңгі, қазағымның жігіттері.